Түркістан қаласының мәдени-рухани орталығында қолөнершілер шеберханасы бар туристік кешен салынады. Онда ұлттық нақыштағы бірегей қолөнер бұйымдарын даярлайтын, жоғары сапалы қолөнер бұйымдарының технологиясын оқытатын ірі қолөнер шеберханасын салу жоспарда бар. Мақсат туристерді тарту, кәсіпкерлікті дамытуға ғана емес, мәдениет пен мұраны сақтап қалу. Жаңа жоба Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалдының төрағалығымен өткен басқосуда талқыланды. Қолөнершілер қалашығының жалпы аумағы 9000 шаршы метрге жуық. Жаңа қалашықта сонымен қатар қонақ үйлер мен ас үйлер салынады. Көрме немесе шоурум орналасады. Алдағы уақытта өңірде қолөнершілерге қолдау көрсету арқылы жұмыс орындарын ашу, туризмді дамыту көзделіп отыр. Бұл жоба әлі де терең талқыланып, тиісті шешім қабылданады.